Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін осындай 3 және 6 айлық қызға осындай жемпір тоқимыз. Ол үшін бізге қажетті заттар. Енді біз бұл кішігірім жемпірді тоқу үшін 3 айлық пен 6 айлық қызға Alize Diva деген жіп алдым. 100 грамда 350 метр. Және 2,5 крючок, сосын 4 түйреуіш алдым. Енді бастаймыз. Ол үшін біз 60 воздушный петля тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Міне, 60 воздушный петля тоқып алдым. Енді бір петля іліп аламыз. Және екіншісіне бастап тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 және 9. Енді 10-шы петляға 3 петля тоқып өтеміз. 1, 2, 3. Ортаңғы петляға түйреуіштік кетеміз. Енді иығын біз 10 петля алдық. Арғай 10 петля санап тоқимыз. 9 және соң 10. Келесі 11-ші петляға тағы да 3 петля тоқып өтеміз. 1, 2, 3. Осының ортаңғы бөлігіне түйреуіш кетеміз. Енді артына біз 18 петля тоқып өтеміз. Воздушный петлядан. Міне, 18 петля тоқып өттім. Енді 19-шы петляға тағы да 3 петля тоқимыз. 1, 2, 3. Келесі бізде иық. Ортаңғы бөлігіне түйреуіш тосып кетеміз тағы да. Келесі бізде иыққа 10 петля. 11-ші петляға 3 петля тоқып өтесіздер. Және соңында 9 петляны өзін тоқып өтеміз. Міне мен соңғы петляға келдім. Іліп аламыз. Және бір петля жоғары көтеріп, бұлай аударамыз. Енді үшінші рет. Үшінші ретті бір петля тағы жоғары көтереміз. Бір накид іліп аламыз. Және тоқимыз. Түйреуішке дейін тоқып өтеміз. Енді түйреуішті шешеміз. Ортаңғы бағанағы қалдырып кеткен петляға тағы да 3 петля тоқып өтеміз накидпен. 1, 2, 3. Осының дәл ортаңғы петлясына тағы да түйреуіш кетеміз. Бізге жең шығару үшін. Енді келесі түйреуішке дейін тағы тоқимыз. Міне, келесі иығын тоқып алдық. Түйреуішті сымат етеміз. Және тағы да осыған накидпен 3 петля тоқып өтеміз. Тек ортасына ғана тоқимыз. 1, 2, 3. Түйреуішті қадап кетеміз ортаңғы петляға. Соңына дейін осылай тоқып өтеміз. Мына түйреуішке 3 петля, мына жерге 3 петля тоқып өтуді ұмытып кетпеңіздер.
Міне соңғы петляға келдік. Бір накид іліп аламыз. Екі петля жоғары көтереміз, былай аударамыз. Дәл осындай узормен мына жерге 3 петлядан тоқуды ұмытып кетпейміз. Міне бізде осындай мойын пайда болды. Енді біз жеңді шығару үшін дәл осы жерге 3 петля қосу арқылы біз жеңін шығарамыз. Өздеріңізге қажетті мөлшерде жең тоқуға дейін болады. Примерно менде мойын осылай пайда болып келатыр. Енді мен сіздерге көрсететін бір узор бар. Ол мысалы үшін жаздық жемпір болғандықтан біз кішкене арасын ашық тоқуымыз керек, ажурный қылып. Мына жерден біреу, екеу көтереміз, былай айналдырамыз. 1, 2 накид іліп аласыздар дағы. 1, 2, 3. Тағы да 2 накид іліп аласыз келесіне. 1, 2, 3. Сонда бізде мынандай ажурный узор пайда болды. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. До конца осылай тоқып өтесіздер. Мына түйреуіште тұрған петляға дәл осындай узормен 3 петлядан тастап кетіп отырамыз. Міне біз қажетті жерге дейін тоқыдық. Енді біз жең шығарамыз. Ол үшін түйреуішке дейін тоқып келеміз. Мына түйреуішке дейін тоқып келдік. Түйреуішті шешеміз. Және осы жерден тағы бір петля тоқимыз. Енді түйреуішке дейін біз жең жалғау үшін 6 петля пустой петля тоқимыз, воздушный. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді мына түйреуішті шешіп, осы түйреуіштің петлясына біріктіреміз. Енді 2 петля жоғары көтереміз. Дальше екінші түйреуішке дейін тоқып өтеміз. Міне түйреуішке жеттік. Қазір бір петля тоқи салайын. Мына түйреуішті шешеміз. Осы жерден бір петля тоқып өтеміз. Енді тағы да 6 петля тоқимыз, пустой, воздушный. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Келесі түйреуішті шешеміз. Осы петляға мынаны тоқимыз. Дальше 2 воздушный петля жоғары көтеріп, до конца тоқып өтеміз. Міне соңына дейін тоқып біттім. 2 петля жоғары көтеріп, 2 накид іліп аламыз. Дальше бағана воздушный петляға дейін тоқып өтеміз. Міне тоқып келдік. Енді 6 петляны 2 накидпен тоқып өтеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ары қарай дәл осы узормен мына петляға дейін тоқисыздар да, бұны да дәл осылай қылып тоқып соңына жетеміз.
Міне бізде үстіңгі бөлігі осымен аяқталды. Төменгі бөлігін көргілеріңіз келсе, менің каналыма подписка, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін төменгі бөлігін тоқимыз. Ол үшін мына жерден 2 петля іліп аламыз. Жоғары қарай былай айналдырамыз да, тура осы узормен 5 петля тоқимыз. Үшеу, төртеу, бесеу. Енді 6-шы петляға 2 петля тоқимыз. Біреу, екеу. Дальше тағы да 5 петля тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. 6-шы петляға тағы да 2 петля тоқып өтеміз. Біреу, екеу. Дальше осылай 5 петля, 6-шы петляға 2 петля, солай кеңейтеміз етегін. Міне біз қосып шықтық. Енді тура осындай узормен ешқандай қоспасыз, ешқандай петля қоспай 2-3 рет тоқып өтеміз. Біз міне қажетті жерге дейін тоқып алдық. Енді біз ары қарай етегіне узор салуымыз керек. Узорды қалай саламыз? Бұл жерден бастаймын. Бір, екі. Бұлай қаратамыз. Үш. Мына жерде 1, 2, 3-ші петляға тоқимыз. Келесі 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 3-ші петляға тоқимыз. Келесі 1, 2, 3. Бірінші, екінші, үшінші петляға тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 келесі петляға тоқимыз. Осылай соңына дейін чередовать етіп тоқып шығамыз. Міне соңына таман келдік. Мына жерде 3 петля. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Және соңына 1 петля іліп аламыз. Соңына 1, 2. Бұлай қарай ауыстырамыз. Енді мына жерге құрып 1 петля іліп кетеміз. Енді мына 5 петляның ішіне біз накидпен 9 петля тоқып өтеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 петляға 1 петля іліп кетеміз. Келесі 5 петляның ішіне тағы да 9 петля тоқып өтеміз. Осылай чередовать етіп тоқи бересіздер. Міне бізде сонда мынандай узор шықты. Байқап отырсаңыздар.
Енді біз келесі ретті тоқимыз. Бұлайнан ауыстырамыз. Енді екі петля жоғарыға тоқыдым. Біріншісі емес, екіншіге накидпен тоқып отырамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Мынаған тоқымаймыз, ортаңғысына тоқымаймыз, мына жақтан бір үстіне тоқымаймыз, сонда ортадан 3 петля тастап кетеміз да, келесісіне дәл осылай 7 петля тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Көрдіңіздер, біреу, екеу, үшіншісіне тоқымаймыз, мынаған тоқымаймыз, мынаған тоқып кетеміз. Ары қарай осылай өздеріңіз соңына жалғастырып өтіңіздер. Соңына келдік. Бір петля іліп аламыз. Мына жерге біріктіреміз. Мына осымен біздің үстіңгі бөлігі аяқталды. Енді бізде жеңі және алдыңғы бөліктері бар. Менің каналыма жазылуды ұмытып кетпеңіздер. Енді біз жеңін тоқимыз. Жеңін тоқу үшін сіздерге көрсетіп өтейін. Жеңді аламыз. Примерно дәл ортасынан екі петля жоғары көтереміз. Бір, екі, екі накид іліп аламыз. Келесі петлядан бастап тоқимыз. Бір, екі. Тағы да екі накид іліп аламыз. Мына жіпті ішіне қарай кіргізіп кетейік. Бір, екі, осылай соңына дейін айналдырып алып кеп тоқимыз. Міне біз соңғы петлясына келіп қалдық. Енді мына екеусінің басын бір-біріне біріктіреміз. Және екі петля жоғары көтереміз да, бұлай аударып, келесі айналымда тоқимыз.
Міне біз бір айналым өттік, та екінші айналымды өттік. Енді мына екі басымен мына екі басын былай біріктіреміз. Екі петля жоғары көтереміз. Енді былай айналдырып өтеміз. Осылай біз қажетті жеңге дейін тоқып өтеміз. Неге біз жең тоқып алдық? Мынау етегіне салған узордағыдай жеңіне де салып өттім. И алдына салып өтеміз. Екінші жең тура осындай қылып тоқып өтсеңіздер болады. Мына узорды менің алдыңғы видеоларымнан қарасаңыздар болады. Біз міне жемпірімізді аяқтадық. Мына екінші жеңді тоқыдық. Мына екі жеңіне узор салдым және алдыңғы жағына узор салдым. Осымен біздің жемпіріміз аяқталды. Егер менің видеом ұнап жатса, подписка бөліміне өтіп, лайк, комментарий қалдыруларыңызды өтінемін.